болсын. Мына Томс квадрат теңдеудің бірінші формуласы болсын да, иә? Томс квадрат теңдеудің бірінші формуласы болсын. Енді тағы да шарт қоямыз. А 0-ге тең емес. Енді С 0-ге тең деп алайықшы. С 0-ге тең болып қалса, немен не қалады? А квадрат қосылған bx. Ax квадрат қосылған bx қалады, иә? Яғни ax квадрат қосылған bx тең 0. Бұл Томс квадрат теңдеудің екінші формуласы болсын. Ал, мысал. А қаншаға тең? 4-ге. Б. Қандай 9? Минус 9 дұрыс айтады. С онсыз да бізде қаншаға тең? 0-ге тең екен. Енді осылардың қазір шешімдері бар, оларды тағы да бөлек-бөлек түсіндіретін болам. Енді бізде соңғы қайсысы қалды? Келтірілген квадрат теңдеу. Келтірілген квадрат теңдеудің жалпы түрі тоқ квадрат теңдеудің жалпы түріне ұқсайды. Байқасаңдар, бірақ P, X және Q деген өзгеше белгілеулер бар, иә? Байқасаңдар, X квадраттың алдында ешқандай коэффициент берілмеген. Яғни, бұл келтірілген квадрат теңдеудің өзіне тән тағы да шарты бар. А міндетті түрде бірге тең болсын. А міндетті түрде бірге тең болса, оны не деп қарастырады екенбіз? Міндетті түрде келтірілген теңдеу деп қарастырамыз. Ал, мысал келтіреміз. Келтірілген теңдеу ма? Иә, себебі А бірге тең. Келтірілген теңдеу ма? Мына жағдайда П қаншаға тең? Q? Мына жағдайда П қандай бір? Минус 1-ге. Q? Минус 2-ге тең. Не Айсұлтан? Ары қарай. Мен шартым қандай? Келтірілген теңдеу болу үшін? А тең міндетті түрде бірге тең. Екеуі де келтірілген теңдеу. Мысалы, мынаның алдында мынандай 4, 3 деген сандар болмасын деп болды. Ондай жағдайда алдында сандар жоқ па? Алдында сан жоқ болса, біз оның алдындағы коэффициент қанша деп есептеуіміз керек? 1 деп есептеуіміз керек екен. Түсінікті ғой, иә? Демек екеуі де келтірілген теңдеу. Ал енді мына